Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы экономика және оның қоғамдағы рөлі. Сабағымыздың мақсаты нарықтық экономиканың қоғамдағы рөлі мен маңызын түсіндіру. Экономика дегеніміз не деген сұраққа тоқталып өтсек, экономика шаруашылықты жүргізу туралы ғылымдар жиынтығы. Қызмет көрсету, тауарларды тұтыну, өндіру және айырбастау үрдісінде адамдардың өзара қарым-қатынасын зерттейтін әлеуметтік ғылымдардың бір түрі. Экономика екі түрге бөлінеді: макроэкономика және микроэкономика. Макроэкономика мемлекеттің жалпы ұлттық экономикалық жүйелерінің қызмет әрекеттерін зерттейді. Микроэкономика жеке өндірушілердің қызмет әрекеттерін, кәсіпкерлік капитал мен бәсекелестік ортаның қалыптастыру заңдылықтарын зерттейді. Грек тілінен аударғанда эко тұрмыс, номос ереже деген мағынаны білдіреді. Экономиканың 9 заңы бар: дефицит, сұраныс пен ұсыныс, алмастыру, байланыс заңы, кірістің төмендеуі, кірістің артуы, таңдау, жеке баға, максимум. Дефицит – бұл жетіспеушілік, тауар сирек кездескен сайын қымбатырақ болады. Сұраныс пен ұсыныс – тауарға сұраныс көбейген сайын бағасы да артады. Алмастыру заңы – қымбат пайдалы заттарды қол жетімді тауарға алмастыруға болады. Байланыс заңы – егер де бір заттың құны қымбаттаса, жақын арада басқа тауарлар да қымбаттайды. Кірістің төмендеуі – тауарды өндіруге кеткен шығын уақыт өткен сайын артады, ал бағасы төмендейді. Кірістің артуы – біреудің тауар өндірісі бәсекелестеріне қарағанда мол әрі белгілі зат болса, оның бағасы артады. Таңдау заңы – мұнда бәрі оңай, қарапайым күріштің өзін сан түрлі өндірушілер ұсынады. Жеке баға – бұл сауда-саттық. Максимум заңы – бұл заңда біреулер өндіріс кезінде, енді бірі сауда-сату кезінде, ал үшіншілер сатып алу кезінде пайда табуды қалайды. Үйге тапсырма – Қазақстан Республикасының экономикасы туралы қысқаша түсініктеме жазу. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.